Бүгін түскі Дәурен ағамен бірге барып ішетін боламыз. Апамыз кетіп болды, жина камера. Шақырады ма? Иә, бұл. Бұл қазір. Жұмысқа барсыз бенді? Иә, бізде жұмыс кешке дейін, сендер? Біз енді экспоға барамыз. Экспоны көріп, түсіріп. Достарға көрсетейік. Ішінде не бар, не жоқ? Иә, соған ба? Қандай әдемі жерлері бар екен бағында. Давай, жолдарымыз. Сонымен міне экспоға келдік. Бірінші біз 9-шы қабаттан бастадық. Бұл жерде қаланың макеті бар екен. Және бұл жерде шыны көпір бар екен. Ал мен болсам биіктіктен қорқатын бар еді. Ал оны көрген алпамыс мені мазақ қыла бастады. Бұл жер келген қонақтарға ерекше әсер қалдырады екен. Сонымен біз екеуміз ғарыш энергиясына жол тарттық. Бұл жер бізге өте қатты ұнады. Себебі бір ғарыш кемесіне кіргендей болдық. Және айға да қонақ болып қайттық. Ал ұнаған жері күн жүйесін жақсы түсіндірген және көрсете білген. Тағы бізге қатты ұнаған жер дизайны. Өте керемет көрсетілген көрме екеніне көз жеткіздік. Ал келесіде бізді жел қарсы алды. Ол жер бізге қызықты және өте ерекше болып көрінді. Бірақ Астананың желіне жетпейді ғой шіркін. Содан соң біз ойынға кірісіп кеттік. Бұл ойындар үлкенге де, кішіге де барлығына бірдей ұнап жатты. Тағы бір ерекше жер ол фотоға түсіп, экспо алаңына шығару. Ол өте ерекше. Бізге ең қатты ұнаған жер ол мына жер. Жалпы қазақилығымызды, яғни дәстүр мен мәдениетімізді заманға сай көрсеткен жері ұнады. Және бұл жерде адамдарға барлығы түсінікті және қызықты көрсете білген. Жалпы бұл жер қазір бос жатқан жоқ. Барлығы қолданыста. Ортада Нұралем павильоны, Астана IT университеті, Жастар конгресі, Астана Инвест, Астана Хаб. Жалпы бір сөзбен айтқанда барлығы қолданыста. Бұл жалпы Қазақстанға теңдесі жоқ ғимараттардың бірі болып қалмақ. I'm lost, trying to find who's there for me, but I can't go anymore. I tried to bring my ego down, but